Құдайдың ойын білу. Эйнштейн бәрінің бірыңғай теориясын осылай атаған. Физика әлемінің ең батыл концепциясы туралы айтып берейін. Бұл концепция табиғаттың 4 күшін біріктіруге тиіс. Олар гравитация, электромагнетизм, күшті және әлсіз ядро әрекеттестігі. Бұл 20 ғасырдың басында Альберт Эйнштейн ұсынған гипотезалық теория. Өмір бойында әйгілі ғалым 50 жыл бойы гравитация мен электромагнит күштерін біріктіруге тырысқан, бірақ сәтсіз. Бәрінің формуласы, ал кейде Құдайдың формуласы деп аталып жүрген бұл теңдеу шешілсе, одан не күтуге болады? Санамалайық. Алапат жарылысқа дейін не болған? Ол неге жарылған? Қараңғы материя мен қараңғы энергияның табиғаты қандай? Қара құрдымның ішінде не бар? Уақыттан басқа уақытқа өтуге бола ма? Ал ең қызығына келдік. Бәрінің теориясына ең жақын теория ішек теориясы немесе желі теориясы деп аталады. Бұл ғалам нүктелік бөлшектерден емес, бір өлшемді ішектерден тұрады деген болжам. Ол гравитацияны әлемнің кванттық көрінісімен біріктіре алады екен. Алайда ол бәрінің бірыңғай теориясы деуге әзірше келмейді. Бәрінің теориясы қазіргі ғылымның ең үлкен құпияларының бірі болып қала береді. Сондықтан ең атақты физиктер осы формулаға бас қатырып келеді. Кім біледі, физиканың ең әйгілі жұмбағы осы ғасырда шешіліп қалар.